Адамзат баласының тынысы мен өмірлік тірегі, қуаты ол музыкада. Музыкасыз өмір жоқ. Музыка елде таңдамайды, жерде таңдамайды. Музыкаға тілдің өзгешелігі де қажет емес. Енді осыны айтқанда қазақтың күй жанрында туған, ықылым заманнан келе жатқан небір інжу маржан дерлік күйлердің сыр сыпатына, терең философиялық маңызына, сұлулығына, көркемдігіне, оны орындаған ғажайып күйшілер мен домбырашылардың тірі кезінде де кейін де аңызға айналып, бүкіл осы елдің жүрегінде керемет сақталуы, бұл бір қарап атқанда сондай тұңғиық тылсым құбылыс. Біз көп жағдайда алыста жатқан Шыңжаң еліндегі әнші, күйші, домбырашы, сыбызғышы, қобызшы, басқа да аспаптарда күй тартатын, музыка ойнайтын ғажайып таланттарды көп естігеніміз жоқ. Соңғы жылдарда ғана Қазақстан тәуелсіздік алған өте бір арманымыз орындалған жылдарда ғана шекара ашылып, шығыстағы Шыңжаңдағы қандастарымызбен еме жарқын араласып, мүлде беймәлім болып келген талай өнердің, музыканың таңғажайып құбылысына міне қарық болып жатырмыз. 93 жылы мен Шыңжаңда сол жердегі ағайындардың ән күйлерін зерттеп, бір 20 күндей болғанымда, сол кезде анау Бейсенбі Көкен деген күйшілердің аңызы, Қайрақбай, Әшім, Қожеке, міне осындай аппағана, міне осындай мынау музыкадағы ірі тұлғалар жөнінде сел-сел әңгімелерді естідім. Сол кезде Шыңжаңдағы домбырашылар сол ғажайып күйлер тартып атқанда Әшімнің де күйлері болды. Әшімнің өзі жеке бір дара құбылыс. Сол өлкеде, сол жерде туып, сол жерде ғұмыр жасаса да, өзінің сол жерде жасаған өз сияқты талай күйшілерден қолтаңбасы, мәнері, бүкіл жаратылысы, болмысы мүлде ерекше дараланатын сондай бір өмірге бір-ақ рет келген, бір ғасырда бір туар дейтін бұл өте қызықты өмірі, тағылымы мол күйші. Осы Әшімнің ел аузында, әйтпесе мына музыканттар, зерттеушілер жинаған күйлердің саны 40-тан асады екен. Бұл әрине аз мұра емес. Осы күйлердің бәрі, әр қайсы, әр қырынан гауһардай жарқырап, Әшімнің қандай өредегі, қандай деңгейдегі терең күйші екендігін жарқыратып, бізге аян етіп отырады. Сол Әшімді тартатын күйшілер әрине көп. Оның көбінің біз көзін көргеніміз жоқ. Ал енді мен сол Шыңжаңда болған кездерімде сыртынан дақпырты ерекше айтылып, сондай көп әңгіме етілген бір күйші, домбырашы, өте дәулескер күйші дейді ғой, ол Камал Махайұлы. Міне осы Камал Махайұлының қандай күйші екендігін мен осы өзімізбен Астанада, Алматыда көп араласып, домбырасын көп тыңдайтын, маған жаныма жақын, рухани жағынан болсын, бүкіл өзінің өнердегі ойы, пікірі, түсінігінің жақындығы болсын, Ардаби деген ініміздің осы
ана жақтағы Шыңжаң өлкесіндегі күйлер мен әндерді бізге жеткізуі, таныстыруы, бізге сондай бір рухани нәр сияқты болып, сол жаққа өте қызыққан көңілмен қараймыз. Ардабейдің жаңағы компьютерінде, мысалы, мен жақында көріп, танып, біліп, сол Камал ақсақалдың 92-ге келіп отырған ақсақалдың ең алдымен осы ғұмырына дейін сондай таза, сондай сымбатты, келбеті келіскен күйінде сақталуы ең алдымен өзінің жүзі жарқын, көкірегі күлімсіреген көзінен қандай күйдің лебі сезілетіні білініп тұратын бір өте сирек бітімді жан екен. Осы Камалдан мен Әшімнің жаңағы Арман ай деген күйін тыңдап, сол күйді тыңдағанда Әсеттің сөзі бар. Мен сол Шыңжаңда жазған Әсеттің белгісіз ардағында мынандай сөз бар. Дүниеде болмас істің бәрі де арман деген сөз бар. Бұл сөз қандай сөз бұл? Бұл өте терең мағыналы сөз. Дүниеде болмас істің бәрі де арман дейді. Адам арманмен өмір сүреді. Арман адамды өлтірмейді. Арман адамға дәйім күш-қуат, жігер, ой, дәрмен болып жүреді. Осыны ойлаған кезде жаңағы Әшімнің Арман ай күйін шертіп отырғанда Камал Әшімнің де, өзінің де кешегі бір сайран дүниедегі жастық шағы соны елестетіп, шіркін сол жастығым қайта келсе дегендей, соны өте күлімсіреп отырып, адамның қиялы жетпейтін иірімдермен, лирикалық сезіммен беруі Арман айды маған басқаша бір қырынан танытқандай болды. Қазақта арманды күйлер көп. Кейбір арманды күйлер сені тұңғиық ойға, терең философияға, әйтпесе өмірде орындалмаған үміт тілегіңе ұмсындырып қоятын сондай бір арман айлар болады. Мақсатқа жетпеу, тілекке жетпеу, сол жолда қапалы ғұмыр кешу, сол кейбір басқа бір армандардың сол мазмұны болып жатады. Ал енді Әшімнің арманы Камал ақсақалдың орындауында бір сондай бір шуақты, сәулелі, адам жанын бесік жырындай әлдилейтін, сондай бір рақат сезімге бөленетін бір сәтті бастан кешкендей болдым мен. Бұл Арман ай күйі. Арман ай күйі ұмытылатын күй емес. Оның өрнектері, үн бояуы сондай жарқын. Оны шертіп отырғанда Камал ақсақалдың 90-нан асқан бүкіл тәннің де тозатын кез, кеуденің де еңсенің де иілетін кезі, тістен айырылып екі тізе дірілдейтін кез, ақан серінің әудем жер жүре алмаймын, аяғымнан ұстаймын екі қолдап таяғымнан дейтін кезі 90-ға жетпей-ақ айтылған сөз. Ал Камал ақсақал 90-ды еркін еңсергенде Арман ай күйін сондай шуақты сезіммен балбырата шертіп отыр. Саусақ әлгі өзі күлімсіреп отырып айтады, баяғыда пернеге қарамаушы едік. Саусағымыз сол әрбір иірімді, әрбір пернені өзі тауып алушы еді. Ал қазір ептеп жалтақтайтын болдық дейді. Онысы да шындық. Өйткені табиғат өз дегенін істейді. Соның өзінде бір ғана Арман ай, тіпті басқа бір күйлерін орындамай-ақ қойсыншы, бір ғана Арман айының өзі сондай бір дүниенің бір маужыраған, тамылжыған,
сәтінде адам сезімінің емін еркін табиғатқа сүйсініп, бүкіл жан дүниесінде ешқандай әлгі арман, мұңды арман, мұң лебі сезілмейтіндей жағдайда отыруы осы жаңағы Камал күйшінің шеберлігі, солай жеткізуі. Мысалы, мұны немен тегеуге болады? Мысалы, өмірдің тақсіретін тартып, көп қайғыны шеккен атақты ұлы музыканың құдіреті Бетховен айлы сонатаны қажып талып отырғанда қалай мөлдіретіп, өзіңді рахат сезімге бөлейді. Міне сондай арман-ай күйі де Әшімнің күйлерінің ішіндегі бір сондай жарқын, сәулелі ойға тұнған, сондай тәтті лирика. Енді Камал Ақсақалдың тағы бір ойландыра тартқан күйі бұл кеңес күйі. Кеңесте Әшімтайдың циклды, көп тармақты, көп салалы күйлерінің бір емін еркін жасалаға алған бір құбылысы сияқты. Мысалы, Тәттімбетте бірнеше қосбасар бар, циклдық. Біздің радиода оның 6 түрі бар. Батыс күйшілерінде пәленше күйшінің бай жұмасы, түгенше күйдің ақ желегі деген циклдық күйлер бар. Осы қазақтың күйде дәстүріндегі осы бір керемет дәстүр өсінгі дейін сол жалғасып келе жатқандығын жаңағы Камал шерткен Әшімнің 7 салалы, 7 тармақты кеңес күйлерінен анық көруге болады. Бүгінгі тартқан кеңес күйінің бір тармағы бұл ойлы толғаныс. Ойлы толғаныс. Өте сабырлы, байсалды. Оны тыңдап отырғанда бала кезімізде ауылдың сыртында мынау қоңырқай кеште жұмсақ төбенің басына жиналып алып ақсақалдар отырушы еді. 5-6 жастағы кезім. Сонда ауылдағы Сәдібек деген күйші жаңағы Тәттімбеттің қосбасарларын бірінен соң бірін мөлдіретіп тұрып, әртүрлі ойға шомдырып, әртүрлі сезіммен әлдилеп солай тартатын. Мына кеңесті тыңдап отырғанда Әшімнің 7 тармақты кеңесінің әрқайсысы бір-бір бітім, бір-бір болмыс, бір-бір жаратылыс, бір-бір көрініс, адамның сезімнің әрқилы толғанысы болса да, табиғаттың сұлу көрінісін суреттесе де сондай әсер беретін сондай күй екен. Мені осы жаңағы ойлы толғаныс дедім ғой, сол Әшімнің кеңес күйін тыңдағанда Камал Ақсақал менің балалық шағыма, соны өзім көрген көрініске, өзім тыңдаған күйлерге алып кетті. Мұның барлығы Камал шығыста, Шыңжанда туса да, біздің күйшілер арқада, не Қаратаудың етегінде туса да, барлығының жан дүниесі, тектілігі, өте ұқсас толғаныстары, ой толғауының барлығы бір-біріне бір ауамен жеткен бір жұғынысты дәстүр сияқты. Міне. Кеңес деген күйлер әр күйшілерде бар. Ол мана кеңестегі күйлер батыста да бар, арқада да бар. Олардың әрқайсысы жаңағы Әшімнің 7 салалы, 7 тармақты циклді күйлері сияқты әрқайсының орындалу мәнері де, оның эмоциялық әсері де, жалпы күйдің құрылысы, күйдің қандай деңгейде екенін, диапазонның қаншалықты мысалы екенін, соның барлығын сездіретін өте бір нәзік құбылыс. Енді Камал Ақсақалдың тағы бір бізге өзінің бейнесімен
өзінің тартысымен жеткен күйі ботам. Ботамды енді жаңағы біз көп айтылатын елдегі әңгімелерден, аңыздардан естіп білеміз, білдік те. Ол мынау кешегі бүкіл шығыста ғана емес, Шыңжаң өлкесінде ғана емес, бүкіл қазақты ерекше таңғалдыратын, табындыратын, аш шіркін Таңжарық дегізетін атақты ақын, композитор Таңжарықтың беймаза өміріне арналған күй ғой. Таңжарық әлі жеті қат жер астында жатқан бір тұңғиық құбылыс сияқты бізге әлі толық жеткен жоқ. Толық жеткен жоқ. Нағыз арманмен өткен, әр дүниеде өткен бұл арманды Таңжарық. Осыны Таңжарықтың бүкіл тағдырын өбектеп, оның барлығын жаңағыдай ботам деп емірене шертіп отырған Камал Ақсақалдың жаңағы осы күйді сақтағанына дән риза болды. Міне. Камал Ақсақал енді қалай дегенде де бұл Әшімдерді, Қайрақбайды, Қожеке, сосын Бейсемді, көкендерді, соларды өлтірмейтін, соларды әрдайым біздің есімізге салып отыратын. Ол құдіреттің әрқайсының қандай екенін осы 9 пернелі домбырамен бізге айтып отыратын бір ғұлама, домбыраның ғұламасы, домбыраның абызы сияқты сезіледі бүкіл жаңағы өзінің адамдық форумы, болмысы Камал Ақсақалдың. Міне осы Камал Ақсақал жаңағы Әшімтайдың 40-тан астам күйінің барлығын дерлік, Әшімтай тартатын домбырашылар жеткілікті елдің ішінде. Әрқайсы Әшімтайдың күйін өз мәнерімен әрқайсы өбектеп, тартып, елге жайып аян етіп жатады. Соның ішінде осы мысалы Тәттімбетті тартушылар көп болғанымен Әбікен Қасеновтей толық біліп, бізге толық жеткізген күйші кем-де-кем. Мысалы, ықылас, қобыздан ықылас, ғажайып күйлер туындатса, соның кереметін домбыраға түсіріп алып шертетін сүгірлер қандай болмыс, қандай жаратылыс. Міне Камал да сол көп домбырашы, шығыстағы көп домбырашылардың ішінде өзінің домбырасының құлақ күйі де бөлек. Шектің тартылуы да, перненің басылуы да мүлде бөлек. Және адамды таң-тамаша қалдыратын оқыс иірімдері, сонымен бүкіл жан сезім жүрек құлын өтеді, әдемі шертіп өтетін сәті осы Әшімтайдың күйлерін тартқанда өзгешелігі жеке тұрған дара болмысы айқын көрінеді. Камал Ақсақал енді былай бағана жоғарыда сөзімде де айттым ғой, осы өмірде талай нәрсені көрген, өмірдің күйзелісінде, ауыр күндерінде көрген. Айтып отса, Жапон соғысына да қатысқан екен мысалы. Сөйтіп жүріп, жаңағы өзінің кісілік келбетін әдемі сақтаған. Және нені тартса да ойлы жүрекпен толғайтын. Бұл өте бір дара болмысты, ақылды күйші, есті күйші, терең сезімді күйші. Өзінің күйлері де жеткілікті. Оның көбін біз әлі біле қойғамыз жоқ. Әлгі мына жаңағы өзінен көрі, өзгелердің құдіретін ашатын қасиеті қызықтырады бізді. Өзінің күйлерінен көрі, Әшімді өктеуі, Әшімді алға тартып, о пайғамбардай көруі,
айтып отырық, әшім маған пайғамбар деп өзі айтады. Әңгімесін тыңдап отырмын. Міне сол әшім, мына Қазақстанда қазір әшімнің күйлері жайлап Камал ақсақалдардың шертісінде, ардабилердің шертісінде, басқа да домбырашылардың толғауында қазір жақсы таныла бастады. Енді Қазақстанда шыққан үлкен энциклопедия, мың күйдің энциклопедиясы. Сонда сол ықылым заманнан бері келе жатқан күйлердің мұхиттай толқыған сондай үлкен жаңағы таңғажайып сел-сел әуезінің ішінде жаңағы Байжігіттің атақты шәкірті Қызылмойын Қуандықтың бір күйін жеткізу, мына Камал ақсақалдың тартысымен жеткізуі, ол да бір жаңағы өте сирек сақталған ақсақ құлан күйі қалай бізді елең еткісе, сол Қызылмойын Қуандықтың бейтаныс күйді бізді солай елең еткізіп, мына Камал ақсақалға деген ризашылығымызды айтқызып отыр. Не дейік енді? Жер шалғай, арамыз біраз жер, байланыс басталып жатыр. Әлі де біз сол бізге тұңғиық сыр болып жатқан шығыс өлкесінің сұлу табиғатта туған, әйтпесе қилығылы тағдырға байланысты туған таңғажайып күйлерін біз сол жаңағы Бейсенбі, Көкен, әйтпесе Қайрақбай, Қожеке, әшімнің күйлері арқылы жайлап танысып біле береміз. Сол ойлаған кезде сол рухани мұраны бізге әспеттеп, алтынның сынығындай етіп, інжу маржан лағыл тастай етіп жарқыратып, бізге аман есен қызықтыра жеткізіп отырған мысалы Камал ақсақалға әлі де сондай жақсы ғұмыр тілеп, отбасының көрікті болуына, бала шағасының амандығына, елдің алдындағы беделінің, мәртебесінің жоғары бола беруіне, ел мұрасын, халықтың асыл күйлерін бойтұмардай ұстаған асыл қасиетіне басымды иіп сәлем жолдап отырмын.